Құрметті тыңдармандар, біз қазақ емшілігінде көп қолданылатын рецепттерді үздіксіз жариялап отырамыз. Егер керек десеңіздер, бұл рецепттерді қазақ емшілігімен ұзақ жыл айналысқан, немесе ата-бабасынан бері айналысып келе жатқан Қытайдан келген оралман емшілерге апарып, тыңдатып, сол рецепт бойынша дәрі жасатып алып, қолданып көруге болады. Немесе олардың кеңесін сіз өздеріңіз бұл рецепті қолдануларыңыз қате болуы да мүмкін. Және біздің осы әр жерден тапқан еңбектерімізді құрметтеп, біздің каналға жазылып, көрілімін арттырып, халыққа пайдасы тиетін жағдайды жасаңыздар. Көптеген адамдардың қазіргі заманда ақшасы болмайды, немесе емханадан алыс жерде отыратындықтан дер кезінде қолданатын емді өзі отырған маңайдан тауып алып жатса, ол да нұр үстіне нұр болар еді. Біз бұл жерде халыққа пайдалы және қазақтың мұрасы есептелетін қазақ емшілігінде қолданылатын рецепттерді үздіксіз жариялап отырамыз. Еңбектерімізді құрметтеп, бізге көбірек жазылып, көрілімін арттырып, достарыңызға таратып, және олардың кейбір аурулардан таза және ада күде айығып кетуіне қолғабыстарыңызды тидіріп отырсаңыздар, ол да сауапты іс болмақ. Ара ұясы. Үлкен сары араның ұясы үй дөдегелері, ағаш бұтақтары, биік шөптердің ішінде және жапсартас аралығында болады. Араның ұясын күзде немесе қыста жинап алып, азырақ буланғаннан кейін өлген араларды алып тастап, кептіріп, турап, қуырып дәрі жасайды. Дәмі тәтті болады. Ем болатын аурулары: қол-аяқ жансызданғанда сары ара ұясының үлкенінің бір данасы мен кішілеуінің 3-4 данасын жалқы өскен сарымсақпен қосып жаншып, ауру жерге таңады. Бұл жерде сарымсақ деп айтқан нәрсе чеснок. Екінші рецепт: тері қышымасына да пайдалы. Ол үшін ара ұясын, өңделген ұяны спиртке 7 күн шылап, 8-ші күннен бастап қышымаға бірнеше рет жағады. Омырау безі сіңгенде ара ұясын отқа өртеп, 6 грамм суға қайнатып, самасын тұндырып, суынан күніне 2 рет ішеді. 4-ші рецепт: ыстық суықтан тіс қақсағанда өңделген ара ұясын суға бұқтырып, суымен ауызды шайқайды. Өңделген ара ұясынан қажетті мөлшерде алып, қақсаған тіске басады. 5-ші рецепт: ара ұясы таз жарасына қолданылады. Ол үшін 2 тал 40 аяқты белгілі мөлшерде ашу тасты талқандағаннан кейін ара ұясының ішіне салып, артынан біраз отқа қыздырып, кендір майына араластырып, таз жарасына жағады. 6-ші рецепт: баланың кіндігі сыртқа шығып кеткенде ара ұясын өртеп, күлін кіндікке таңады.
7. retsep iş auruuna dizenteriyaga ara uyaсын keptirip untaqtagan soň gününe 0,3 gramdan 2 ret içedi. Paydalanım ölçeri 2-4 gram. Kuramında bal avuz, ağaç mayı tektis, zat jana uşpa may var. Aranın balı. Jaz jana küz aylarında omartaş ne jinalgan baldı alıver isteri boyunca sağıp aladı. Däri jasalatyn baldy otga jyltyp suyulgan soň süzgüden ötküzüp äzirleydi. Bal ak jana sargıl tüstü bolady. Jaz küz mezgillerinde tunuk ösümlik maýtekde suyuktaw bolup, kış mezgilinde koyulanyp çeker öňde sertki kristalga aýnalady. Bal tätli dämli uwsuz bolady. Embolatyn awrulary 1. retsep. Üýrençikde işgatuga 60 gram bal men 15 kara küncütlerini aralastırıp 2'ge bölüp kaynagan su men gününe 2 ret içedi. 2. retsep askazan men 12 eşek arasına 60 gram bal, 9 gram çiki kızıl miya tamırı, 6 gram mandarin kabıgına kajetli mölçerde su kosup kaynatıp samasını süzüp tastap gününe 3 ret içedi. 3. Uğulu jendikler çakkanda, çiğkansız davuk çıkkanda, baldan uzun sarımsaktan tisti mölçerde alıp ezip, balga aralastırıp, jaraga taňsa jaranın awuzun çıgaradı. Sızdap ağırgandy basady, kabını kaytırады. 4. retsep awuzga awuzluk kotur çıkkanda, kasboyaw japragy men baldy kosup ezip, äzirlengen därini awuzga salyp sorady. Sonmen birge koturga da jagady. 5. retsep otga kaynagan suga küýüden bolgan jeňil jaranyň betini fiziologiýalyk tuzlu su men tazalap jugup artyndan bal jagady. 6. retsep bal men uksusly kosup tisti 3-4 ret juvsa tistin tübi bekemdeledi, äppak bolady. 7. retsep omuraw sütüne sıyır jana eşki sütün nemesi jumurtkanyň agyna baldy aralastırıp jylytyp kulakka tamyşsa kulaktın türlü awrularyny jazady. 8. retsep kuturgan it kapkanda, uğulu jendikler çakkanda, apyyndan ulanganda, zırany kaynatmasına bal kosup içkisi utty kaytırady, awurgandy basady. Kan kısımı köterilgende 9. retsep 50 gram zıgır men 60 gram baldy 220 gram kaynagan suga kosup gününe 2 ret içse kan kısımını tömendetedi. 10. retsep mäýitdi bir mezgil uzak saktawga tura gelgende, bütün denesin bal men tegis sılap koysa mäýit tisti wagtga deýin buzulmaýdy. Paydalanyň mölçeri 10-20 gramdan aspaw gerek. Baldyň kuramynda glukoza, fruktoza, saharoza, ösümlik jelinderi, belok ferment, bal awuzbaýaw zaty, hoş isli zatlar, mineral tuzlar men vitamin A, D, E'ler bar. Arala japrak tögetän agaçyň jemsi. Köbünese ıssyk ýöklerde ösedi. Kıtaydyň oňtüstük jagynda koldan ösdüriledi. Aralanyň çykkan jeri India, Pakistan. Bul çöpdün dämi aşşy bolady. Embolatyn awrulary 1. retsep. Keňirjekçilerin sozulmaly kabynyňda jalak jaraga ulkön deretki kan aralasyp kelgende anostyň aýnalasyna hemoroýdan kan çyguga em bolady. Arala men kızıl miyadan 1,5 gramdan, saranadan 15 gram, stimonadan 12 gram untaktap suga kaynatıp 4-5 gramdan 3 ret içse
keňirdekçelerin sozulmalı kabını жазıladı. Ekinci retsept, askazan işek jaralarına araladan 3,5 gram beletilladan 1 gram kızılmiyadan 1 gram tırnagülden 1,5 gram sasık meňduanadan 3 milligram kosup talkandap salmağı 6 gram oq däri jasap bir danadan gününe 3 ret içedi. Üçüncü retsept, askazan işek jollarına jel baylanganda 2 dana aralarını untaktap 2 kese süt, 1 kese su, 1 kese eritilgen kuyruk may kosup barlığın birikке kaynatadı. Suwu su alıp 2 kesedey kalganda toktatıp 1 kesesini içedi. Tosaptı içkenden keyin jürek aynısı artından koyup çay içүү gerek. Dene kızıp ağıl tegil terlese därinin jeldi aydagany. Bir täwlik ötkenden keyin tosaptın kalganyny içedi. Bul jeldi aydap kökbagyrdy närlendiredi. 4-nji retsept, aralanyň dänin gününe 1 tüýürden jep tursa, çaşka ak tüspeýdi dep aýtylady. 5-nji retsept, arala jemisinden tosap vareniýa kaynatıp, her günü belgili mölçerde jese askazan men bawurga şipa bolady jane körü guwatyny arttyrady. Is sezүү, estүү, däm sezүү kasiyetlerin küçeytedi. 6-njy retsept, aralanyň därinin küýdürip külün sepsek gemoroýdan çykkan kandy tiýady. Tis tübi kanaganda jaksa kandy toktatady. Paýdalanuu mölçeri 6-9 gram. Aralanyň kuramynda arala kışkılı tannin, may bar. Alakat. Alakat köp jyldyk ösümlik tärizlik kişkene buta. Biýikdigi 1-2 metr. Bilew tamyrly sabagy köp butakty katty tikendi kabygy bozgul tüstü geledi. Japyragy kezektesi nemesi toptasyp ornalaşkan kandawur formaly tasma tärizli bütün jiyekdi. Kıska sagaklı usak gülü kökşül tüstü bolady. Döngölöktöw jide jemisi pıskanda aşık kızıl tüske boyalady. Şinde köpdegen tukumdary bolady. Egislik maňynda jol jagasynda özün boylarynda ösedi. Şynjanyň barlyk jerini taralgan. Jinaw jana öňdü. Jemisi tamyr kabygy därige paýdalanylady. Alakatyň pisken jemisini üzüp alıp kölönkede kabygy kuragança keptirip, ondan soň gün gözüne jaýady. Kökdem nemese küzde tamyryn gazyp alıp jugup tazalaydy da kabygyn pişak bentelep içindegi agaç özegini alıp taslap turap keptiredi. Jemisiniň dämi tätli uwsuz bolady. Embolatyn awrulary büýrekdi kuwatlandyrady, ökbe ıstygyn basyp jöteldi toktatady, kandy salkyndatady. 1-nji retsept, bel jane arka omurtkalary kaksaganda alakat jelimi men syýır silekeyden 12 gramdan kosup kaynatıp gününe 2 ret içedi. 2-nji retsept, jüýke halsizligine köz karautyp bas aýnalganda körü guwatynyň tömendegine koldanylady. 3-nji retsept, keňirdekçelerin sozulmaly kabyna 100 gram alakat jemisin 0,5 gram agarakka çylap jyly orunda 7-de 15 gün aşytyp gününe 2 ret 50 milligramdan tamak aldynda içedi. 4-nji retsept, keňirdekçeler kabınganda 9 gram alakatyň tamyr kabygyn, 9 gram tüp tamyr kabygyn, 9 gram ak jürekdi, 9 gram kamys tamyryn 30 gram suga kaynatyp içedi. Paýdalanuu mölçeri jemisi 6-9 gram, tamyr kabygy 6-12 gramdan aspagy gerek. Alakatyň kuramynda kant, kızılça siltisi, et siltisi, vitamin C bar. Askök. Bul ösümlik jupar çöp, köje çöbi dep de atylady. Bitkeni bul ösümlikde
Бұл көкөністі көжеге қосқанда көже ерекше жағымды иіс шығарады. Көже өлмектің иісті дәмдеуші. Бұл чөптің өсімдігі мен тұқымы дәріге пайдаланылады. Аскөкті күзде жинап алып көлеңкеде көктей кептіреді. Қытайлар бұны шаң сәй деп айтады. Ем болатын аурулары денедегі суықты шығарып қуат береді, терлетіп қызылшаны сыртқа шығарады, тамақ сіңдіреді, тәбетті ашады. Сондықтан бұны кеспе көжеге немесе басқа көжелерге қазанды түсіргеннен кейін сорпаға сеуіп ішсе шықпайтын терді шығарып, тәбетті ашып, тамақ жегісі келмей тұрған адамдардың тамақты көбірек жеуіне жәрдемі тиеді. Ем болатын аурулары: бірінші, қызылша сыртқа шықпағанда 90 грамм аскөкті ұсақтап турап, 2 үлес арақ қосып, қайнатып, қайнатпасын мақтамен денеге сүртеді. Бет, ауыз, мұрын, көзге жағуға болмайды. Сонымен бірге аскөк тамырынан 7 тал, басқа жапырақтан 6 грамм, қамыс тамырынан 9 грамм алып, суға қайнатып ішкізеді. Қандырың екінші рецепт. Қандырың аралас ішеткенде 120 грамм жас аскөкті суға қайнатады да, суығаннан кейін 1 кесе айран қосып ішеді. Үшінші рецепт. Жылан шаққанда аскөк жапырағынан аз мөлшерде езіп жараның аузына таңады. Төртінші рецепт. Анос айналып кеткенде 1 үлес кептірілген аскөктің түтінімен ыстайды. Пайдалану мөлшері: қайнатып ішкенде жас аскөк 30-60 граммнан аспауы керек. Чөптің құрамында витамин С, линальдол сияқтылар бар.